мен қиналғам десем сенбейді да адамдар. Действительно қиын болған. Кредит, не қарыз көп болған бізде. Карантин бар, одан кейін пожарлар болды базарда. Мен мәкешем базарда істеген ғой. Қай базарда? Барахолкада. Папам водитель болған. Ана кәдімгі сок нелер развозить ететін фау деген машина бар еді баяғыда. Иә. Соның кәдімгі водитель соктар нелер тарататын магазиндерге. Әшейін водитель. Мамам базарда істеген. Барахолкада киім сатқан. Киім жанып кеткен бір кездері. Сосын одан кейін карантин болды. Карантин емес. Оған дейін бірдеңелер болды. В общем, базар бычыт болып, одан шығу үшін қарыздар алып, кредиттар алып, сөйтіп қиын. Баяғыдан бір кездері бір ай жақсы өмір сүріп қалсақ, қалған 11-12 ай, 11 ай қиыншылық қой. Соның бәрін көріп өстім да мен. Әкешем ұрысып қалатын кейде. Кейде емес, постоянно ұрысып қалатын. Сол ақшаның айналасында. Ертең ананы төлеу керек, ойбай қайдан аламыз, мен оның бәрін естіп жатамын ғой. Сол нәрсе мен тәрбиелетті. Оның бәрін естіп жатамын мен. Түсіп көмектесейін десем, қалтамда көк тиын жоқ. Мама, папа не ұрысып жатсыздар, мен қанша ертең керек болып тұр ма? Соған жеткім келетін. Ол сол үшін, сол мұқтаждық ол ақшаға деген. Мұқтаждықтан кейін ақша дейсің, бәрін сізде мысалы қазір тегін отқан жоқ шығарсыз. Мысал үшін операторлар тегін отсыз ма, братан? Мін оған маған ренжімей ақ қойыңыз. Кез келген ер бала алғашқы табысын анасына апарады. Сол сәт сенің есіңде ме? Мен алғашқы табысымды алғашқы дейтіндей, мен өзімде қарыз кредиттер көп болды да, просто. Мен өзім ставка тігіп сөйтіп қуып кеткен бір кездер. Сол кезде өзімде бір общий 3 миллион 300 ба қарызым болған. Общий санаған кезде. Оның ішінде микрокредиттар бар. Қазір қалада көп қой. Сол микрокредиттарын алатындар, беретіндерін бәрінен алып шыққам ғой. Ставка қоямын, ұтылып қаламын. Сөйтіп соның бәрін бірінші өзім қарыздарымды раскидать еттім да. 3 миллион 300. Одан кейін мамам қарыздарын бастадым. Қарыздар жаңа товарға қарыздар бар, Турцияға қарыздар болды, одан кредиттары болды. Соның бәрін очередпен жауып бастадық қой. Бәрін очередпен жауаптық, одан кейін мамам жауап болғаннан кейін папама машина алғаным есімде. Мен наматта бойым болған мен. Бет аузым ісіп кеткен. Мен өзім негізі жыламаймын да көп. Вообще қашан жылаған есімде жоқ, Құдай сақтасын жылауды. Мен сол кезде жылап қалғам да. Өйткені бет аузым ісіп кеткен да. Бет аузым қатты ісіп кеткен бойдан кейін. Бірақ қалтамда 5 миллион ақша бар да. Бойдан шықтым. Папам қанша уақыттан бері енді үйдің үлкен ер азаматы ғой, машинасы жоқ да. Именно ақшам машина аламын ертең деген оймен ана папама беріп атқан эмоцияның бәрін өзімнен өткіздім да. Мына екі ісік көздің арасынан былай ыстық жас шықты. Сол күн есімде. Еще мен бет аузым ісіп кеткен. Қасымда машина тұр ғой, кеп светофорда. Сол кезде көзім жасағып отыр, анау бүйтіп қарап қалды да. Одан ұялып қоямын еще бүйтіп. Сәл артқа отырып, андай сол момент есімде қалып кетті да мен қатты. Сөйтіп ертесі күн барып, санат алып бердім. Новый. Салоннан. Кредит, рассрочкаға алдым да. Бірақ 2 айдан кейін жауап тастадым. Жаңа 5 миллион ақшам болды, 14 миллион қалдым. Кейін Құдай өзі мен ниеттеніп, осыны жауап тастасам, 2-3 айда жауап тастадым кейін. Сондай моменттер болған өмірімде. Енді еске алатын моменттер өте көп. Мамам Стамбулға барып қарызын жауап келгенім есімде. Мысалға. Тауар алып жүріп қарыз болып қалған ба? Коллекторлар қан ішкен ғой. Ол жақта компания коллекторларға информация береді да. Мына жерде бізге мыналар қарыз. Коллекторлар күнде қан ішеді, мамам настроение. Мен сөйтсем, мен оның кредиттарын потихоньку жауып жүргем. Бір нәрсе естіп қалдым сонда әңгіме. Аналар қатты грубить етіп сөйлеп жатқаншы.
Сосын трубканы кім звондап жатқан. Ой, қоя берші, мамам ұялады да өзінің қарыздарын айтуға. Енді сен жабуға обязан емессің деген немен жүреді, позициямен. Трубканы алдым, сөйтсем біздің өзіміздің қазақ, Стамбулға қарыз ғой, Стамбулда компанияға. Өзіміздің қазақ бір әйел кісі грубить етіп кәдімгідей боқтап сөйлеп жатыр да мамам. Сосын алдым да айттым, не болып қалды тәте? Кімсің сен дейді, мен баласы болсаң қарамайсың ба ана шешеңе бірдеңе қарыз анау мынау. Мен қатты намыстанып кеттім сол кезде, қатты. Сөйттім де трубканы қоя салдым. Мама, ана түріктердің номерін беріңізші дедім. Түріктерге звондадым да айттым, мен осындай баласы, қалтамда $10 болған сол кезде. Өзім доллармен жинап жүрмін. Сөйтіп айттым, түріктерге айттым, қазір $10 салып жіберейінші, прямой. Сен счетыңда коллекторға емес, прямой. Сөйтіп мен 3 ай мазаламаш, мамама звондамаңдаршы вообще. И так уже 50-ге келді. Бүкіл почти 20 жыл жаңа базарда стресспен ертең ақша тауып өйту керек. Тыныштық беріңдерші мамама. Мен баласын қазір $10 жіберем. Сосын майдың аяғында барам дедім. Стамбулға барам, қалған сөйлесеміз дедім. Сөйтіп хорошо деді, $10 салып жібердім. Сөйтіп коллекторлар қайттан звондады ма, бірдеңе қылды. Коллекторлар, короче, демал дедім, короче, мен коллектор. Бұдан қазір звондайтын болсаң, вообще басқаша сөйлесем. Сөйтіп олар, видимо, содан кейін коллекторлардан алып тастады да списоктан. Звондауды қойды. Сөйтіп 3 айдан кейін тағы $10,000 жинадым. Общий қарызы $25,000 болған. 24,500 ба сондай. Стамбулға бардым, 2 күнге ма, 3 күнге бардым. Юсуп Мировол ұқсап киініп алдым. Пальто, шарф. Сонымен жаңағы магазин офистарына прямой бардым, кірдім. Соның бастықтар олар андай жақсы көреді, мафиоз ұқсап отырғанды. Аузына сигара сабаған, кабинетте отырды. Сонымен мен кірдім. Сосын қанша қарызы қалды деп едім, білем ғой, о сумманы. Бірақ менде $10,000 бар да. $14,500 бар, қарызы қалды деді. Сосын телефонымды аштым да, төбелесім көрсеттім. Бычт жаңа, қанап кетті, жаңа көзім кеткен нелерін. Бауырым дедім, мен осылай ақша табам дедім. Менде қазір қалтамда $10,000 бар. Осыны алсаң алдың, алмасаң мен қазір кетем дедім. Кейін тағы күтесің дедім. Мен бірақ саған ақша тауып беру үшін мен осылай төбелесем дедім. Сөйтіп едім да, анау тұрды да бітті, анау көмекшісін шақырып, олар сондай жақсы көреді, андай важный болғанша. Көмекшісін шақырып та қарызын списать етті да, қол қойды да, болды $10 тастадым, сосын кетіп қалдым. Сөйтіп мамама звондадым. Сразу шыға салдым Алматыға. А мамам не выездной еді да ол кезде. Жауып тастаған ғой коллекторлар. А мен оларға қанша жылдан бері демалыс сыйлағым келіп жүрді. Ең арзаны Египет болды да. Египетқа сол кездері уже тур алып қойғам мен. Тур сатып алып қойғам 4 адамға, папама, мамама, інім мен қарындасым бар. Сөйтіп мамама звондаймын. Мам, болды, короче, әңгіме шешілді, қарызың жоқ. Бір аптадан кейін демалысқа кетесіздер дедім. Осындай эмоция үшін жұмыс істеуге бола ма? Айтыңызшы. Не үшін, не мотивация сенде дейсіз ғой? Осы мен мотивациям. Мен мамама айттым, мамам жылады сол жерде. Сосын Алматыға келдім. Сосын демалысқа барып келді. Енді қазір жылына 4 рет демалысқа барды. Өйткені 50-ге келді, ары қарай қанша уақыт өмірі қалған білмеймін, әке-шешем. Олар 50 жылдан бері енді демалатын уақыт келді. Шетел аралайтын сол уақытқа кеп тұр. Сондай қазір менде сондай не, ауын бәрін асырау үшін жұмыс істеу керек.